Теннис. Жеке дара бірге бір немесе екіге екі жұптық болып ойналатын спорт түрі. Сіз бұл спорт түріне жалпы неше жастан бастап қабылдайсыздар? 5-6 жас, 7 жастан бастап осы теннис орталығына қабылдай береміз. Қабылданған әрбір спортшының қабілетін жаттықтырушылар қалай байқайды? Ептілік, ынтасы, жалпы спортқа деген бір қызығушылық өзі белгілі болады. Бала немесе спортта қалады, осы жерде ары қарай жаттығады. Болмаса, кейбір балдар бар, басқа спорт түріне қызығады. Теннис спортындағы басты құралдар өте ерекше. Неге? Өйткені ракетканың өзінің мынау техникаға әсер етпеу үшін өзінің салмағы болады. Ол салмақтың өзін граммдап бөледі. Подходите вперед. Вот. Еще раз. Раз. Хорошо. Сайыс барысында қимыл қозғалысың ширақ. Көздеген мақсатың айқын болса, жеңіске жетесің. Сондықтан да жаттығудың пайдасы орасан. Стараемся вот 2 мячи попасть на корт. Екі допты да түсіруге тырысу керек қой. Да. Если первый попадет, это уже игры начинается уже. Түсінікті. Үлкен теннис. Бұл ойында допты қалай қайтару керек? Ракетканы қалай ұстау керек? Бұл туралы білгіңіз келсе, сәрсенбі сайын біздің бағдарламаны жіберіп алмаңыздар.